Оңтүстік Астана қазандай қайнағанымен теріскейге қазық қағуды жөн көрген отбасы. Уәлиханов ауданында Алматыдан қоныс аударып, табыс табуды оң жолға қойған жанұя өмір сүріп жатыр. Төрт түліктің саулығы адамдардың амандығы. Өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында ветеринариялық қауіпсіздік бағытында атқарылатын шаралар жіпке тізілді. 70-ті желкелесе де жалынды жастардан қалыс қалмаған жерлесіміз. Қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Иманғали Татбаев тасқынға қарсы тұрған теріскейліктердің бірі. Өңірдегі ауылдар мемлекеттің жүйелі қамқорлығының арқасында түтіні түзу шығып, көркеюде. Соның бірі де бірегейі Аққайын ауданына қарасты Полтавка ауылы. Елді мекен бір орында тұрмай дамып келеді. Бұл аймақта Полтавская серіктестігі егін егіп, мал өсіреді. Шаруашылық басшысы тұрғындарға көмектесуден еш жалыққан емес. Тіпті бір жылдың ішінде 10-нан астам баспана салып берген. Конечно, были трудные времена. Қаншама қиын кезді бастан өткөрдік, бірақ үкімет қолдауының арқасында барлығын жеңіп шықтық. Жыл сайын мемлекеттен егіс жұмыстарына аз пайызбен қаражат аламыз. Мысалы, биыл 600 миллион теңге алдық. Осы көмектің арқасында шаруашылығымыз дамып жатыр. Өзіміздің туып өскен ауылымызда кәсібімізді дөңгелетіп отырмыз. Тиісінше, ауыл адамдарына жағдай жасаудамыз. Елді мекендегі жолдардың 60%-ын өз қаражатымызға салдық. Медициналық қосында бар. Көшіп келген адамдардың саны да көп. Келем деушілерге әрдайым есігіміз ашық. Оларға баспана беріп, жұмыспен қамтимыз. Жергілікті кәсіпкерлер өздері үшін ғана емес, ауыл адамдар үшін де жұмыс істейді. Серіктестік басшысы өз қаражатына мектепке жөндеу жұмыстарын жүргізіп, тіпті жаңадан балабақша салған. Ал елді мекен жолдары толығымен асфальтталған. Полтавкада керектінің бәрі бар. Тіпті қалама дерсін. Ежегодно около 250-300 миллионов мы сами. Ауылымызды көркейтуге жыл сайын өз қалтамыздан 250-300 миллион теңге жұмсаймыз. Қазіргі таңда үлкен монша салып жатырмыз. Бізге өзге облыстардан адамдар неге көшіп келеді деп ойлайсыздар? Себебі ауамыз таза, табиғатымыз керемет, ауыл шаруашылығы да дамыған. Жалпы шаруа қожалығына тоқтала кетсем, 12 мың гектарға жуық егін егеміз. 1300 жарнашымыз бар. Бірде-бірі пайсыз қалмайды. Полтавкада 900-ға жуық адам тұрады. Тұрмысы тамаша елді мекенде тұрғын саны жыл сайын артуда. Биылдың өзінде 18 жанұя көшіп келіпті. Көбінесе адамдар басқа облыстардан қоныс аударады екен. Бұған себеп ауылда барлығы жұмыспен қамтылған. Балаларына да бар жағдай жасалған. Осыдан-ақ теріскейлік елді мекендердің дамып, гүлденіп жатқанын көре аламыз. Ауылға былтыр ғана көшіп келген Валентина Христосовамен тілдесіп көрдік. Нәзік жанды ауыл ұнайтынын, бұл жерден ешқашан көшпейтінін айтты. Я работаю в школе учителем-логопедом. Өзім мектепте жұмыс істеймін. Күйеуім шаруашылықта қызмет атқарады. Келген кезде мұндай жағдай жасалады деп ойламадым. Бізге керектінің бәрі бар. Балаларым балабақшаға барады, қаладан кем тұрмаймыз деп айта аламын. Ауыл дүкендеріндегі баға қаладан арзан. Осы жерге көшіп келгеніме еш өкінбеймін. Ал мынау Власовка елді мекені. Бұл аймақтың гүлденуіне үлкен үлесін қосқан жанның бірі Владимир Герт. Мемлекет тарапынан көмек алып, кәсібін домалатып отырған азамат мал және егін шаруашылығымен айналысады. Ол ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып отыр. Ауылдық округ әкімінің міндетін атқарушы Әлия Ербатырованың сөзінше, осы ел ағасының арқасында ауылдың іші тап-таза. Басқа аймақтардан келген тұрғындар баспанамен қамтылған. Соңғы 3 жылда алсақ, бізге қаржы ауылға біздің үкімет бет бұрып, ауыл дамытуға тырысып, міне, мысалы 2022 жылы бізге 7 ауыл жолдарына 170 миллионға артық қаржы бөлінді. Біз сол 7 көшенің жөндеп, асфальт салдық. Содан 22 жылы біз жолды бұзбасын, үлкен ауыр техника жүрмесін деп біз 13,5 миллионға жол аркаларын орнатып, соны қойдық, сақтаймыз деп сол жолды. Сосын сол 22 жылы тағы да біз Калинина көшесінің көше жарығына жөндеу үшін 450 мың ақша жергілікті бюджеттен бөлінді. Қазір Власовкада 230 үй түтін түтетіп отыр. Ал ауыл тұрғындарының саны 700-ден асып жығылады. Елді мекендегі барлық баспана сумен қамтылған. Алдағы уақытта тағы да бір қатар абаттандыру жұмысы жүргізілмек. Қолынан келгенше тырысып біздің елімізге, біздің ауылымызға қызмет етеді. Қаншама отбасыларын көшіріп әкелді бізге. Солардың бәрін үй сатып әперді. Міне қазіргі уақытта, мысалы біздің ауылымызда, округымызда бос үй жоқ. Бірақ келетін кісілер не жаңа кісімен сөйлескенде айтып отыр, тағы 3 семья келмекші, бірақ қазір бізде бос үй жоқ. Сол енді
Владимир Вальдемарович Герт біздің әлеуметтік дамуымызға округқа көп көмектеседі, қаржы бөледі. Бүкіл біздің өткізген шараларымыздың бәріне бірге қолдап, бірге жүреді. Мысалы, қаншама адамдарға жұмыс беріп жатыр. Міне қазіргі уақытта оның қоғамында 110 кісіден артық жұмыс істейді. Облысымыз ауыл шаруашылығы жағынан еліміздің бетке ұстар аймақтарының бірі. Осының арқасында ауылдарымыз дамып, тұрғындар жұмыспен қамтылуда. Нұрасыл Ержанұлы, Шернияз Иманов, МТРК. Руслан Оспанов осыдан 3 жыл бұрын Алатаудың баурайындағы Алматыдан Уәлиханов ауданына көшіп келді. Қазір Кішкенекөл ауылында жанұясымен тұрып жатыр. Тағдыр тоғыстырған зайыбы екеуі 3 бала тәрбиелеуде. В 2005 году закончил 9 классов. 2005 жылы Уәлиханов ауданындағы Мортық ауылында 9 сыныпты бітірдім. Кейін Алматыға жол тартып, оқуға түстім. Оңтүстік Астанада 15 жыл тұрдым. Осынша уақыттан кейін туған жерге қайта оралып отырмын. Мақсатым жеке кәсіпті 10 жылға қою. 3 балам бар. Үлкені 9 жасқа келді, ал кенжем 1 жас 9 айға толды. Өткен жылы Руслан 1.380.000 теңге көлемінде грант ұтып алды. Қайтарымсыз негіздегі қаржы еңбек бағдарламасы бойынша берілді. Аргонная сварка варит алюминий, радиаторы алюминиевые, предназначены для этого. А это обычная сварка. Дәнекерлеу аппараты сатып алынды. Жеке кәсіпкерлігін ашқан азамат қазір ауыл тұрғындарына қызмет көрсетуде. В прошлом году приобрел. Өткен жылы алюминий радиаторларды дәнекерлейтін аргонды дәнекерлеу аппаратын сатып алдым. Бұдан бөлек те құралдарым бар. Төлем әртүрлі көлемде жасалады. Тапсырыстың көлеміне, қиындығына қарап бағаны белгілеймін. Айына 200-250 мың теңгедей табыс табамын. Зейнетақы қорыма ақша аударамын. Әзірге жұмыс алған жоқпын. Мемлекет жас жұбайларға жан-жақты қолдау көрсетуде. Ерлі зайыптыға көшіп келу үшін жәрдемақы төленді. 3 бөлмелі жайлы үй сатып алынды. Руслан болашақта өзінің дәнекерлеу цехын ашуда жоспарлап отыр. Байболат Бектемірұлы, Камила Кәрім, Олег Косинов, МТРК. Төрт түліктің саулығы күн тәртібінде тұрған негізгі мәселенің бірі. Мал арасына ауру тараса, тұяқтылар қырылады. Індет азық-түлік сапасына да әсер етпей қоймасы анық. Түптеп келгенде бұл адамдардың өміріне қауіп-қатер тудырады. Осыған байланысты бейінді басқарма алдын алу жұмыстарын жоспарлы түрде жүргізіп жатыр. Жарты жыл ішінде атқарылған шаруа журналистерге баян етілді. Ветеринарлық іс-шаралардың орындау аясында жануарлар мен құстардың аса қауіпті 10 ауруына, энзоотикалық 3 ауруға қарсы профилактика вакцина егілді. 5 ауруға диагностикалық, 2 ауруға аллергиялық зерттеу, 1 ауруға бойынша дерегенерация жүргізілді. Жыл басынан бері профилактика вакциналау және дерегенерация бойынша 2.890.000 астам манипуляция жүргізілді. Жыл басынан бері 716.000 астам зерттеу жүргізілді. Оның ішінде 463.459 диагностикалық, 252.597 аллергиялық зерттеу жүргізілді. Бруцеллез деген ауру түрін жиі болмаса да естіп тұрамыз. Биыл өңірдегі 4 ауылда осы індет түріне байланысты карантин енгізілді. Бүгінде тек бір елді мекенде шектеу шаралары алынып тасталған. Сосын 5 нысан бойынша шу болған. Оның қазір 2 алынды. Мен айтып кеттім, біреуінде қазір міне Ставрополка, Старобелка деген ауылда, Ғабит Мүсірепов ауылында, сол ауылда әлі карантин жүріп жатыр. Жоспарлы күзгі ветеринарлық іс-шаралар осы жылдың тамыз айынан бастап басталады. Мал шаруашылығының саласын табысты дамыту, тұрақты эпизодикалық салауаттылығын жағдайында ғана мүмкін болады. Назар аударарлық жайт, өңірде көбінесе ауру жеке қосалқы шаруашылықтардан емес, ұйымдасқан шаруашылықтардан табылып жатады. Мемлекеттік органдар фермалардың есігін қағып, алдын ала тексеріс жүргізе алмайды. Бұған заң мен тыйым салынған. Спикерлердің сөзінше алдағы уақытта өзгеріс орын алуы тиіс. Сонда сала өкілдері жан-жақты жұмыс жүргізбек. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК. Ювеналды полиция қызметкерлері кәмелеттік жасқа толмаған балалары бар қолайсыз отбасыларға барып, кезекті тексеріс жұмыстарын жүргізді. Бұл жолы рейдтік шара жұмысшы кентін қамтыды. Білікті мамандар есепте тұрған әр отбасыға барып, профилактикалық әңгіме өткізді. Аталған іс-шараны жиі өткізу аса маңызды. Себебі балалар ата-аналарынан жақсы тәрбие алуы тиіс. Вы на учете состоите в управлении полиции города Петропавловск. Как родитель, не исполняющий обязанности по воспитанию и содержанию совершеннолетних детей. Ну получается так. Ну не получается, а так, на самом деле.
Тағы айта кететін жайт, тәртіп сақшылары түнгі қаладағы балалар атты іс-шарасын өткізуде. Маңызды шара 3 күн бойы жалғасады. Басты мақсат кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу. 2024 жылдың 6 айының қорытындысы бойынша ішкі істер органдарында 141 заңды өкіл балаларды тәрбиелеу бойынша өзінің міндеттерін орындамайтын ата-аналар ретінде профилактикалық есепте тұр. Профилактикалық іс-шараның бірінші күнінің қорытындысы бойынша кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңды өкілінсіз болғандығы үшін әкімшілік жауапкершілікке 38 заңды өкіл тартылды. Құрметті ата-аналар, сіздерді балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін күш біріктіруге шақырамыз. Жыл басынан өңірдің ювеналдық полицейлері 1000 жарымнан астам рейдтік шара өткізді. Нәтижесінде кәмелетке толмаған 1593 бала түнгі уақытта жүргені үшін ұсталып, 591 ата-анаға айыппұл салынған. Нұрасы Ержанұлы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Облыстық полиция департаментінде тәлімгерлер кеңесінің есептік кездесу өтті. Жиынға ведомство басшылығы, ардагерлер кеңесі және жас қызметкерлер қатысты. Тәлімгерлер кеңесінің мүшелері жоспарларымен бөлісті. Атап айтқанда, ардагерлер ауылдық жерлерде қызметтік іздестіру иттері мен кинологтарды, сондай-ақ жылдам қимылдайтын арнайы жасақта тарта отырып, кеңейтілген форматта кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізуді және ведомстволық музей экспозицияларының жылжымалы көрмелерін белсенді қолдануды ұсынды. 2024 год в органах внутренних дел министром объявлен годом повышения кадрового потенциала. Министр 2024 жылды ішкі істер органдарында кадр әлеуетін арттыру жылы деп жариялады. Оның шеңберінде жеке құрам арасындағы жұмыстарды жетілдіру бойынша бірқатар мақсатты шаралар қолға алынып жатыр. Дербес бөліністердің басшыларының алдына қойылған міндеттердің бірі ардагерлерді жеке құраммен жүргізілетін жұмыстарға, әсіресе тәлімгер ретінде белсенді жұмылдыру. Облыстық полиция департаментінің тәрбие және кадр жұмысы басқармасының бастығы Абылғазы Ғабдуллин бос лауазымдарды жасақтау жөніндегі жұмыс туралы және полиция қатарындағы тәртіп пен заңдылықтың жай-күйі туралы баяндады. Есептік кездесуде бірқатар ардагер департаменттің алғыс хаттарымен марапатталып, жеке құрамның қошеметіне бөленді. Советы наставников, советы ветеранов именно в том заключается, чтобы... Тәлімгерлер және ардагерлер кеңесінің негізгі мақсаты кәсіби мамандарды даярлауда полиция департаментінің басшылығына көмектесу, жас қызметкерлерге кеңес беріп, жол көрсету. Тәлімгерлер кеңесі институты өткен жылдың қараша айында ішкі істер министрінің тапсырмасымен құрылды. Солтүстік Қазақстан облысында бұл ұйымға мол тәжірибесі бар ішкі істер органдарының ардагерлері мүшелік етеді. Данаш Хамза облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлерімен осаттас қосымшадағы бейне қоңырау арқылы байланысып, мемлекеттік қызметтер бойынша кеңес алуға және өтініш беруге болады. Қазіргі уақытта 79 қызмет түрі қолжетімді. Тұрғындар бейне қоңырау арқылы мобильді азаматтар базасында нөмірді тіркеу және қайта тіркеу, электронды цифрлық қолтаңбаны алу және кері қайтарып алу, жылжымайтын мүлікті құқықтарда мемлекеттік тіркеу қызметтерін алу үшін жиі жүгінеді. Сонымен қатар қосымша арқылы халыққа қызмет көрсету орталығына бару уақытын брондауға, электрондық кезек талонын алуға, қажетті халыққа қызмет көрсету орталығының орналасқан жерін қарауға болады. Сервис өз уақытын бағалайтын азаматтар үшін ыңғайлы. Егер халыққа қызмет көрсету орталығы үйден алыс орналасса, немесе қарбалас уақытта жету қиын болса, азаматтар халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкеріне бейне қоңырау шалып, қызмет ала алады. Қосымша қазақстандықтар арасында сұранысқа ие. Бүгінгі таңда қосымшаның 400 мыңға жуық қолданушысы бар. Бұл екінші Заречный көшесінде орналасқан 3 қабатты тұрғын үй. Қазір мұнда Мағжан Шамабаев ауданынан келген мех бригада жұмыс істеуде. Тасқын ауыз толтырып айтарлықтай залал келтірген. Алғашқы қабаттағы бірнеше пәтер бүлініпті. Жігіттер мына нөмірі 15-ші баспанада төбеге ғана тиіспеген. Қалғанының барлығын ауыстырыпты. Мына жерде 4 кісі істеп отырмыз. Біз келген кезде нашар болды. Мына су басқан мына жерлерді барлығын түсіріп, қайттан штукатурка жасап, шпаклевка жағып, барлығын жөндеп отырмыз. Квартираны 2 жұмадан асты. Бүгін ертең тапсырамыз. Несі қалды енді? Есіктің жөндейтін жерлер бар. Плинтустар бар. Бүгін бітіреміз.
2 бөлмелі пәтердің иелері зейнет жасындағы жандар, олар істің басы-қасында жүр. Арнайы бригада мамандарымен бірге сауда орындарына барып, өздеріне ұнаған материалды таңдайды, сатып алады. Яғни тұрғындардың ұсыныс тілегі ескеріледі. За нами закрепили квартал 1. Бізге 139 тұрғын үй берілді. Соның 60-ы тұруға жарамсыз деп танылды. Яғни, олар апаттық күйде болды. Қалғандарын жөндеу қажет. Тұрғындардың басым бөлігі біздің ұсыныстан бас тартып, қайта қалыпқа келтіру жұмыстарын өздері бастап кетті. Қазіргі таңда 18 баспанаға жауаптымыз. Соның 15-і пәтер, 4 үй тапсырылды. Қалғандарында жігіттер аянбай тер төгіп жатыр. Жалпы Мағжан Жұмабаев ауданынан 7 бригадаға бөлініп, 35 адам маңызды жұмысқа жұмылдырылған. Жоспар бойынша бекітілген үйлер тамыз айының соңына дейін тапсырылуы тиіс. Мадина Қаби, Александр Янсен, МТРК. Тараз қаласында жаңадан құрылған су шаруашылығы және ирригация университеті өз жұмысын бастайды деп хабарлайды Қазақстан Республикасының премьер-министрлігінің баспасөз қызметі. Тиісті қаулыға премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды. Биылғы сәуір айында Қазақстан Республикасының президенті жанындағы ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңесте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тараз гидромелиоративті құрылыс институтын тиісті материалдық техникалық қамтамасыз ету арқылы қалпына келтіру шараларын қабылдауды тапсырған болатын. Аталған міндетті іске асыру шеңберінде үкімет Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамын қайта құру және оның негізінде 2 оқу орнын құру жайлы шешім қабылдады. Соның бірі Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті. Оқу орындары олардың жарғылық капиталдарына мемлекеттің 100% қатысу арқылы құрылды. Осылайша арнайы оқу орны су шаруашылығы мен ирригация жүйесі үшін жоғары білікті кадрларды тұрақты түрде даярлайтын болады. Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетінде су шаруашылығы және мелиорация, геодезия және картография, су шаруашылығындағы гидротехникалық құрылыс, сумен жабдықтаудың инженерлік жүйелері, су шаруашылығындағы инновациялық технологиялар атты жаңа білім беру бағдарламалары енгізілетін болады. Жаңа оқу орны студенттерді 2024 жылғы 1 қыркүйектен бастап қабылдайды деп жоспарланып отыр. Аталған оқу орнына 245 орынға арналған мемлекеттік білім беру тапсырмасының нысаналы квотасы бөлінді. Бакалавриатқа 210, магистратураға 20, докторантураға 15. Қоса кетейік, білім беру цикліндегі жалпы контингент саны 4000 білім алушыны құрайды. Қаламызда Иманғали Татыбаевты білмейтін жан кемдегем. Оның осы күнге дейін істеген егістері қаншама. Зейнеткер бүгінгі күні 71 жаста екен. 70-ті желкелесе де әрдайым халық қамын ойлап жүрген ақсақал. Еңбек өтілін қарапайым жұмысшыдан бастап, білдей бір зауыт директорына дейін көтерілген. Қазіргі таңда қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары қызметін атқарады. Туған жерім Мәкөшін, Қорған облысы, Россия Федерациясы. Мектепті бітіргесін мен Қорғанға да кірдім оқуға, училищеға. Содан кейін мен әскерге алды. Әскерде мен Германияда өттім. Сол әскердегі 2 жылғы мен өте қуаныштымын. Зейнетке алдында банк-центр кредитте инженер болып. Сол зейнетке шыққан кезде, сосын мені осы ардагер кеңесіне шақырды жұмысқа. Осы 7 жыл осында істеп жатырмын. Иманғали Сұлтанұлы қала тұрғындары арасында беделге ие. Ел ағасы су тасқыны кезінде ауқымды істер атқарды. Өзінің сан жылдық тәжірибесіне сүйене отырып, маңызды шешімдер қабылдады. Айта кету керек, апат кезінде ақсақалдың үйі де су астында қалған. Бірақ баспанасы суға кеткенмен, салы суға кеткен жоқ. Азамат өзінен гөрі халықты биік көреді. Сонымен қатар, ол қалалық қоғамдық комиссия мүшесі болып саналады. Тасқын болған кезде біз бәріміз жиналып, осы ұлттық академияның курсанттары прибрежный ауылда дамбаны нетіп атқанда соғдарға барып, барсақтарымызды апарып, шайымызды апарып, жылы сөз айтып, оларды көңілін көтеріп, неткені баладарымыз ғой. Қандай қиын жұмыстар істеп атқанда біз сол кезде бәріміз ұмтылып, бәріміз барып, одарға бардық. Сосын біздің ойғалада жұмыс істеп атқан жігіттерде одарға да солай. Комиссияларында кісілер көп келеді. Қазір уақыт тығыз,
соны судар кісілермен кездесіп оларға түсіндіріп, міне бұлай болады, міне ақшаларын осы күн түсіреді, сіздерге өздерін байқандар түсіндіріп, оларға жеткізіп жатырмыз. Ақсақалдың әріптесімен де тілдесіп көрдік. Оның сөзінше, Иманғали Татваев ұжым арасында да сыйлы, және өз ісінің маман екен. Қашанда көлігі сайлы тұратын, көңілі жайлы жүретін ағамыз қаламызда өтетін барлық шаралардан қалыс қалмайды. С Иманғали Султановичем работаем уже 8-й год. Иманғали Султанұлымен 8 жылға жақын бірге жұмыс істеймін. Өте жақсы кісі. Ол әрқашанда халықтың мүддесін қорғайды. Тасқын кезінде де біршама жұмыс атқарды. Тіпті бөгет бекітіп жатқан азаматтарға өз қалтасын ақша шығарып, жұбайына тамақ пісіртіп, апарып берген болатын. Иманғали ағамыз ұжым арасында да сыйлы және құрметті азамат. Айта кету керек, 14 шілде күні Иманғали Татваев облыс әкімінен тасқын кезінде ауқымды атқарғаны үшін құрмет грамотасын алған болатын. Нұрасыл Ержанұлы, Вадим Мударисов, МТРК. Жерлесіміз Алексей Луценко Олимпиада ойындарына жолдама алғаны бәрімізге мәлім. Велошабандоз қазіргі таңда 4 жылдықтың басты додасы алдында велоспорттан әлемдегі ең беделді және мәртебелі сайыс Тур де Франста бақ сынауда. Ол веложарыстың 9-шы кезеңінде 199 шақырымды еңсеріп, 6-шы орыннан көрінді. Осыған қарап, теріскелік спортшының жақсы бабында екенін көре аламыз. Қазақстан құрамасының үздігі Алексей Луценко үшін бұл 2-ші Олимпиада болмақ. Ол Токиодағы жазғы ойындарға қатысып, топтық сында 21-ші, жекелей сында 32-ші орыннан көрінген болатын. Ал Рио Олимпиадасы қарсаңында жарақатына байланысты жарыстан бас тартқан еді. Айта кету керек, 4 жылдықтың басты додасында ел намысын 80 спортшы қорғайды. Оның екеуі солтүстік қазақстандық.